Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі видео сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы вирустар, яғни жасушасыз құрылым иелері вирустардың құрылыс ерекшеліктерімен танысамыз. Ең алдымен вирусқа анықтама берейік. Яғни вирус латын тілінен аударғанда ол деген мағынаны білдіреді. Яғни вирус дегеніміз ол тірі организмдердің ішіндегі жасушасыз тіршілік иелері. Вирустардың пішіндері өте әртүрлі болып келеді. Олар таяқша пішінді болуы мүмкін, көп бұрышты болуы мүмкін, шар пішінді болуы мүмкін. Яғни вирустардың пішіні өте әртүрлі. Енді вирустардың негізгі қасиеттеріне тоқталайық. Бұл кестеде мен 8 қасиетін бөліп қарастырдым. Біріншіден, вирустар кіші әрі тірі ағзалар. Яғни олар жасушалық құрылымдар мүлдем болмайтын, жасушадан тыс өмір сүре алмайтын организмдер болып табылады. Екіншіден, вирустар тек тірі жасушаға ену арқылы ғана өзінің өмірін әрі қарай жалғастырады. Көбіне вирустар ауру тудырушы болып табылады. Үшіншіден, құрылысы бойынша вирустар ДНК және де РНК-дан құралады, және де олардың іші липопротеинді, сырты ақуызды қабықпен қапталады. Төртіншіден, вирустар олар тірі және де өлі ағзалар арасындағы ағза болып табылады. Бесіншіден, әрбір вирус тек арнайыланған жасушаларды ғана бұзады. Алтыншыдан, вирустар көбейе алады және де оларда тұқым қуалаушы аппараттар болады. Жетіншіден, өзгеруге бейім жасуша қабығы жоқ және оларда зат айналу, энергия алмасу сияқты процестер болмайды. Және де соңғысы, көлемі бойынша өспейді вирустар. Жалпы біз айттық, вирустар олар көптеген тірі организмдерді зақымдайды деп. Мысал алатын болсақ, бактерияларды да зақымдайтын вирустар бар, және де оларды зақымдап ерітіп жіберетін вирустарды бактериофагтар деп атайды. Бактериофагтарды алғаш рет 1915 жылы Туорт деген ғалым сипаттап жазған, және де кейбір бактериофагтардың пішіні ит шабаққа ұқсас болып келеді екен. Енді бактериофагтың құрылысына тоқталайық. Бізде суретімізде көрсетілген бактериофагтың бастығы бөлімі және де денесінде құйрық бөлімінен құралады. Одан бөлек іші қуыс тармақталған базальды түтікшелерден тұратын болып табылады. Және де бактериофагтарды сыртынан нәруызды қабық қаптайтын болып табылады. Нәруызды қабық қаптайды және де оларда нуклеин қышқылдары кездеседі, яғни ДНК мен РНК-сы болады. Басының мөлшері 40 нанометрге дейін, ал құйрығының ұзындығы 20-22 нанометрге дейін жетеді екен. Енді біз айттық, және де бактерияларды зақымдайтын вирустарды бактериофаг деп атаймыз деп. Енді бұл суретте бактерия жасушасының бактериофагке ену сызбасы көрсетілген. Яғни вирустың жасушаға қосылуы ең алғашқы этап. Ол Е жасушаға қосылады. Одан кейін өзінің ішіндегі жаңағы нуклеин қышқылдарын осы Е жасушаға қарай бүркіп жібереді. Одан бөлек үшінші этапында жасушаның сыртындағы жаңағы вирусты нәруызды қабығы қалады да, жасушаның ішінде нуклеин қышқылдарының көптеген жаңа бөліктері түзіле бастайды. Төртінші этапында вирус қабықшалары пайда болатындығын көреміз. Яғни бұл жерде жаңағы Е жасушаның гендері өзінің жұмысын тоқтатады, себебі вирустың хромосомалары жаңағы гендерге орнығып алатын болады. Бесінші этапында нуклеин қышқылы және де қабықшалардан бізде вирустар жинақталып жатыр. Суретімізде көрсетілген. Және де соңғы этапында жасуша қабықшасы, яғни мінекей жасуша қабықшасы мүлдем жойылады да, жаңағы вирустар сыртқа қарай шығатын болып табылады. Жалпы бактерия жасушасының бактериофагке ену сызбасы қысқаша түрде осындай. Негізінен ішімдік ішу, спирт, темекі тарту, зиянды әдеттердің барлығы да біздің ағзамыздың осылай бактерияларға, вирустарға қарсы тұруын әсер етеді. Сондықтан да қорытындылай келе, негізінен адам салауатты өмір салтын ұстану керек деп ойлаймын. Жалпы бүгінгі сабағымыз осы, яғни қысқаша түрде сіздермен вирустардың анықтамасымен таныстық, вирустың негізгі қасиеттерін бөліп қарастырдық, және де вирустар зақымдайтын негізгі жаңа ағзалардың бірі ол бактерия деп қарастырдық, және де бактерияны зақымдаушы вирустар бактериофагтың құрылысы мен
Сонымен қатар бактериофагқа ену сызба нұсқасымен таныстық. Егер сіздерге сабақ түсінікті болса, маған лайк басып комментарий жазу және тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса, келесі сабақта кездескенше